Алматы облысы Алакөл ауданы. Шарал қазақ гимназиясы мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 6 сынып, 1 тоқсан. Қазақстан тарихы. Пән мұғалімі Қанапиянова Толқын Дәулетовна. Сабақтың тақырыбы Қазақстан территориясындағы ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Оқу мақсаты 6-9 ғасырдағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Түрік қағанаты. Алғашқы орта ғасырлық Евразияда құрылған түрік қағанаттың жер аумағы шығысында Алтайдан бастап Каспий теңізіне дейін аралықты алып жатты. Қағанаттың оңтүстік шығысында Қытаймен, оңтүстік батысында Парс елімен шектесіп, ұлан байтақ аумақта билік жүргізді. Түрік қағанаты жеріміздегі ірге тіккен алғашқы феодалдық мемлекеттердің бірі. Халқының этникалық құрамы. Түркі халықтары және олардың орналасқан жерлер туралы деректерді алғашқы Махмуд Қашқари жазбаларынан аламыз. Түрік қағанатының негізгі құрамы түркі тілдес халықтардан тұрды. Олардың ішінде басым көпшілігі теле тайпалардан тұрды. Теле түркі тілдес тайпалардың ортақ атауы. 545 жылы түрік қолбасшысына Қытай елшісі келіп, көп ұзамай екі ел арасында бейбіт қарым-қатынас орнайды. Алайда, ұзақ уақыт жүжымдардың тепкісін көрген түріктер аварларға қарсы бас көтереді. Түрік қолбасшысы Бумын 552 жылы жүжымдарды тасталқан етеді. Сөйтіп, 552 жылы түрік қағанатын құрады. Бумын сол жылы Елхан атағын алады. Бумыннан кейін билік басына Қараеске келеді. Қараеске тұсында ол Орхонның жоғақ жағындағы Букрат тауларында аварларды екінші рет жеңеді. Қараескеден кейін билік басына Мұқан қаған келеді. Мұқан билік еткен кезде ол Ұлы даланың шығыстағы қожайынына айналады. Иштеми қаған кезінде ол Орта Азияның ішкі аймақтарына дейін жерлерді жаулап алып, билік жүргізеді. 7 ғасырдың 70 жылдарында түрік қағанаты солтүстік Кавказ бен Қара теңіздің солтүстік жағалауын үстемдік етеді. 7 ғасырдың екінші жартысында түрік қағанатының билігі Азияның біраз аймағын қамтиды. Қытай, Иран, Византия сияқты атақты мемлекеттермен терезесі тең түсіп, оларға өздерінің саяси жағынан ықпалын жүргізіп, күшті мемлекеттердің біріне айналады. Халықтары. Археологиялық зерттеулер біздің заманымызға дейін 3 ғасырда солтүстік Азиядағы Моңғол үстіртінің солтүстік бөлігінде түрік тектес халықтардың өмір сүргендігін дәлелдеген. Түркі тілдес халықтар өте көп. Әзірше зерттеліп отырғаны тек біздің заманымызға дейін 3 ғасырда шығыста орналасқандарының бір бұтағы ғана. Оның өзі тай жазба деректерінен белгілі болып отыр. Түркі тілдес ру тайпалардың негізінен мал шаруашылығымен айналысуы, олардың үнемі көшіп қонуына себеп болса, ал мал басы артқан сайын жайылым жерлердің тарылуы олардың жерін кеңейтіп отыруды талап етті. Түркілердің тарихы ежелден, сонау ғұн, сақ дәуірінен басталады. Француз ғалымы Рене Груссе Қытай деректері мәліметі бойынша түркілер бөріні пір тұтқан, және олар ғұндардың ұрпағы болып табылады деп көрсетеді. Түркі деген атау алғаш рет 542 жылы аталады. Қытай жылнамасында солтүстік батыс жақтың бірінен келген Тутсүйлер, түркілер Қытайдың Вэй империясының солтүстік өңірлерін жыл сайын шауып, ойрандап кетеді делінген. Түркі атауының түрлі нұсқасы болғанымен, әлі күнге тұрақты байлам жасалған жоқ. Кононовтың пікірінше, түркі жинақтау шат, кейіннен тайпалар бірлестігінің этникалық атауына айналған. Шығыс шекарасында белсенді әрекет ете отырып, түркілер батысқа да жорықтар жасады. Батыс жасағын Бумынның інісі Істеми қаған бастады. Оның жорығы 553 жылы басталған болуы керек. Түркілер 1,5 жылда бүкіл орталық Қазақстанды, Жетісуды және Хорезмді бағындырды.
Кең байтақ жерді алып жатқан түрік қағанаты саяси жағынан бір орталыққа бағынған күшті ел бола алған жоқ. Қаған әулетінің арасында билік үшін талас тартыс басталды. Басқа халықтар өз тәуелсіздіктері үшін бас көтеріп, қағанатқа қарсы күрес жүргізді. Сонымен қатар ұлан ғайыр жерді мекендеген халықтар не саяси, не экономикалық жағынан бірлестікте болған жоқ. Сол себептің салдарынан қағанаттың ішінде соғыстар басталды. 581 жылы Қытайда Джоу династиясының орнына Сүй династия келгеннен кейін жаңа патша түріктермен барлық сауда қарым-қатынасты үзді. Енді Қытайдан жібек матасы орталық Азияға келмейтін болды. Түрік қағанаты сол себепті ұлы жібек жолындағы рөл азая бастады. Тобохан қайтыс болғаннан кейін түрік қағанатында өзара қырқыс басталды. Сүй династиясы патшалары осы ішкі өзгерістерді сезіп, түрік қағанатты ыдырату, әлсіретуге тырысты. Осы саясаттың нәтижесінде 602-603 жылға қарай түрік қағанаты екіге бөлінді, яғни батыс түрік қағанаты және де шығыс түрік қағанаты. Батыс қағанаттың орталығы Суяб қаласы. Батыс қағанат бөлініп шыққанымен, саяси жағынан шығыс түркі қағанатына тәуелді болды. Өйткені өкімет билігі түркі Ашина ақсүйектері қолында қала берді. Батыс түркі қағанатының хронологиялық тарихын негізгі 3 кезеңге бөлсек. Бірінші кезең, оның түркі қағанатына енген кезі 545-603 жылдары. Екінші, өзінің батыс түркі қағанатын құруы 603-704 жылдары. Үшінші, Түркеш қағанатының құрылуы 704-766 жылдары. Батыс түркі қағандығы мен шығыс түркі қағандығының билік жүйесіндегі айырмашылық, бұрынғы Ашина ханзадалары деңгейінде билікке 10 оқ будынның беделді адамдарының араласа бастауы еді. Батыс түркі қағанаты ішкі қырқысулар мен Таң империясының басқыншылығы нәтижесінде 20 жылға созылған соғыста қатты әлсіреп, ыдырап кетті. Шығыс түркілері 50 жылға созылған табанды күрес арқылы 689 жылы өз тәуелсіздігіне қол жеткізді. Батыс түркілері Түркеш қағанатын құрып, батыс түркі қағанатының жерлеріне ие болып қалды. Түркеш қағанаты. Тәуелсіздігінен айырылған түркі тайпалары Қытай басқыншыларына қарсы көтеріліске шығып отырды. Олардың ішінде тек қана Түркеш тайпасы 8 ғасырдың басында өз мақсаттарына жетеді. 704 жылы Түркеш тайпаларының көсемі Үшліктің басшылығымен Түркеш әскерлері Қытайларды жеңеді. Міне осы кезден бастап Түркеш қағанаты батыс түрік қағанатының орнына құрылады. Түркеш қағанатының нақты құрылған уақыты 704 жыл. Түркеш қағанаты этникалық құрамына тоқталатын болсақ, түркештер сары және де қара болып бөлінеді. Сары түркештер Шу бойында орналасса, қара түркештер Іле бойында орналасқан. Қағанаттың саяси жағдайы. Алғашқы билеушісі Үшлік қаған 704-706 жылдар билік етті. Алғашқы билеушісі Түркеш қағанатын 20 саяси әкімшілік аймаққа бөлді. Оның барлығы қағанға бағынышты болды. Әр аймақта 7000 әскер болды. Үшлік қаған билікте 2 жыл ғана отырды. Осы кезде Орта Азияда арабтар басқыншылық соғыстарын жүргізе бастады. 706 жылы Үшлік қаған қайтыс болды. Сақал қаған 706-711 жылдар билік етті. Сақал қаған басқарған кезде қағанаттың ішкі және сыртқы саяси жағдайы өте күрделі болды. Билік үшін сары түркештер мен қара түркештер арасындағы талас жиілей түсті. Ал сырттан шығыс түрік қағанаты, араб тайпалар, сонымен қатар Таң империясы қауіп төндірді. 711 жылы шығыс түрік қағаны қапаған ішкі таласты пайдаланып, түркештерді өздеріне бағындырады. Сөйтіп Үшлік Сақалды өлтіріп, біраз уақыт түркештерді басқарады. Қағанның шайқастарға тікелей өзі қатысуына әрі ылғи да жеңіске жетуіне байланысты арабтар оған сүзеген мүйізді қаған деп ат қояды. Арабтармен болған соғыстан кейін Сұлу қаған еліне оралып,
Навакен қаласында өзінің қолбасшысы Бағатар ханның опасыздығынан қаза болады. Үй тапсырмасы. Кестені толтырыңыз. Қағандықтардың хронологиясы, аумағы, астанасы және де этникалық құрамын дескрипторға сәйкес толтырыңыз.